Тоқта, сен де бауырын ауырып жүргенін білесің бе? Қалай айыру керек екенін білесің бе? Қарын шығып кетсе, сенікі бауырың 2-3 есе өсіп кеткен деген сөз. Жировой гипотез, бауырың май басқан деген сөз. Екіншісі, көзің сарғайып тұрса, көзің қантылап тұрса, сенде жировой гипотез деген сөз. Сол сияқты цирроз кезде де болады. Кожаларын сарғайып кететін болса, цирроз. Сол сияқты гепатит болады. Одан бөлек мысалы өттерін толады. Аяқ қолдарын сысып жүретін болса, өттерін толған. Ауыздарын желш келетін болса, өттерін толған. Соны емдеймін десеңдер, бұл енді бауырдың нарушениесі. Основном алкогольді білесіңдер, алкоголь қантты білесіңдер. Одан бөлекте ең мықты бұзатын нәрселер бізде пестицид. Сол сияқты бізде білесіңдер, овощ-фруктылар пестицидпен обработать етеді. Химический тамақтар, шампунь, сабын химический. Соларға основной құртады. Кожаға жағылған крем любойы бауырға барады. Бауыр токсиндарды бөле алмайды. Жировой гипотез болған соң жұмыс істемейді уже. Почти жұмыс істемейді. Майларды, сол сияқты белоктарды расщеплять ете алмайды. Соны емдеймін десең, 5 айдың ішінде емдеймін десең, менде бауырға арналған травяной сбор бар. Бұл жировой гипотез емдейді, цирроз емдейді, бауыр ауруларын емдейді. И все. Бұнымен қосып тапалған витаминдерін алсаңдар болады. Қазір акция болып жатыр. Екеу алсаңдар 3-ші тегін. Одан кейін барып, менде өттерін толса, көрінген клиникаға барып, зондқа барып жүгіріп керек емес, присып берсе. Шипучканы аласыңдар, докторменің шипучкасын. Құтындар ғой. Салқын суға, еле жылы суға аласыңдар да езіп аласыңдар бір стаканға, соны таңертең кешке ішесің. Өтін толған кезде скорый помощь. Бұл қазір акция болып жатыр, 3 алсаңдар 4-ші тегін бұнда. 3 алсаңдар 4-ші тегін болады. Қазір акциямен алып үлгеріңдер, WhatsApp-қа жазыңдар, +7 705 664 25 57. Сол сияқты комментария жазып кетіңдер, сонда признактарың болса, қарының шығып кетсе, көздерін сарғайып тұрса, қантылап тұрса, кожаларын сарғайып кетсе, өттеріне ауыздарын желш келіп тұратын болса, оң жақ қабырғаларын асты ауырып тұратын болса, қол аяқтарын сып жүретін болса, бұл первый признак. Потом барып өкшелеріңді қараңдар, өкшелерің жарылып кетсе, сенде жировой гипотез. И все. Осы признактар болса, сенде любой время приступ беріп өліп кетуі мүмкін. Ертерек емдел, емдейтін нәрсе бар, и все. Білесіңдер ғой, менде отзывта бәрі бар. Сол сияқты 5 айда емделесің, анализдер тапсырасың, потом барып, мен жерге отзыв тастайсыңдар, и все. Личкіме жазсаңдар, WhatsApp номер шығады. Сол сияқты акциямен алып үлгеріңдер. 3+1, бұл 2+1.